Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қайнатпалы кремнің рецептін ұсынамын. Үйдегі бар затпенен қолжетімді азық-түліктен жасалатын ең дәмді нәзік кремдердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға ең алдымен бір жұмыртқаны жарып салып, оның үстінен қантты салып, 1-2 минут шамасында венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Қантымыз кішкене еріп, массамыз кішкене ағарған шақта үстінен 3 ас қасық ұнды араластыратын боламыз. Ыдыстың түбі қалың болуы керек, немесе отқа қойған кезде түбі жабысып күйіп кетуі мүмкін. Басқа да әдісі бар. Түбі қалың ыдыс болмаса, араластыратын ыдысымыз басқа ыдыстың ішіне қайнаған суды құйып, қайнатып, сол ыдыстың үстінен араластырып тұрған ыдысты қойып, яғни водяная баняда қайнататын боламыз. Ұнды араластырып болғаннан кейін кішкене сүтті қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Одан кейін қалған сүттің бәрін құйып, үстінен осындай ванильді қантты қосып, араластырып, отқа қоятын боламыз. Отқа қойғаннан кейін міндетті түрде қасында тұрып, тоқтамай, үздіксіз, тез-тез, жылдам араластырып тұру қажет. Немесе түбі күйіп, креміңіз шықпай қалуы мүмкін. Осылай үздіксіз қозғап араластырып тұрып, крем өзі қоюлана бастайды. Міне осындай қоюлықта болады. Тоқтамай араластырып тұрып, кейін осы оттан алатын боламыз. Тез-тез суыту мақсатында басқа ыдысқа салып, араластырып тұрып, суытатын боламыз. Немесе араластырып тұрғыңыз келмесе, осы кремнің бетіне целлофановый пакетті жауып суытсаңыз да болады. Мен астына басқа ыдысқа салқын суды құйып, сол салқын судың үстінде қозғап тұрып суытатын боламын. Басқа ыдыста бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды 1-2 минут шамасында миксерлеп аламыз. Жаңағы оттан алған массамыз сол себепті салқын болуы қажет. Маймен араласатын болғандықтан, ол ыстық болса, майымызды су қылып ерітіп жіберуі мүмкін. Мен 1-2 минут шамасында миксерлеп алдым. Осылай аппақ әдемі болып шықты. Енді осы миксерленген майымыздың үстінен 1 ас қасықтай шамасында қайнатпалы массамызды қосып миксерлеп аламыз. Біраз 30 секундтай миксерлеп болғаннан кейін екінші ас қасық қайнатпалы массамызды қосып, тағы да миксерлейміз. Осылай аз-аздан қоса отырып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Менің арнамда бұдан да басқа кремдердің рецепттері бар. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, осы видеоның астында тұрған поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймын. Бұл менің арнам үшін өте маңызды. Міне креміміз дайын болып қалды. Барлық массаны біркелкі етіп миксерлеп шықтым. Енді өте әдемі болып шықты, қараңыздар. Енді осы кремді мен кондитерский қалташаға салып, насатканың көмегімен сіздерге көрсететін боламын. Өзінің формасын жақсы ұстайды. Бұл кремді торттың арасына жағуға, капкейктің бетіне қойсаңыз да болады, эклердің ішіне салсаңыз да болады, шу пирожныйдың ішіне салсаңыз да болады. Өте тамаша, дәмі нәзік кремдердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіз, бағасы да арзан шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Динара.